بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Sadaqallahul azim. Allah Tağala Kur'an Kerim'de mına bir kelesi Bakara suresinin ayetinde kelesi bir жағдайды баян etedi. Ол жерде Yahudiler өздерінің қасиетті кітабы саналатын Тәуратты оқи отырып, сол жерде барлық нәрселерді біле тұра қасақана насаралар олар ешкім емес деп айтады екен. Яғни насараларды мойындамайды. Насараларға түсірілген Інжіл кітабын қабылдамайды және насараларға келген Иса пайғамбарды да қабылдамайды. Ал насаралар болса, олардың өздерінің қасиетті саналған Інжіл кітабын оқи отырып, ол жердегі барлық нәрселерді олар нақты біліп түсінгенімен әдейі қасақана яһудилер олар еш нәрсе емес деп яһудилерді мойындамайды екен. Сондай-ақ яһудилерге жіберілген Алланың елшісі Мұса пайғамбарды мойындамайды. Мұса пайғамбар арқылы жіберілген Тәурат кітабында мойындамайды екен. Ал енді арабтардың арасынан оқымай білмегендер, сауатсыз болғандар, яғни арабтардың ішінен шыққан күпірлікке бой алдырғандар, олар тура солардың мысалындай Мұхаммед пайғамбарды, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбар ретінде мойындамастан, ислам дініне мұсылмандарға жіберілген Құран кәрімді қабылдамай, тура сондай сөздерді айтатын еді. Ал Алла Тағала болса, қиямет күнінде яһудилер мен насаралардың арасында келіспеушілік болған мәселелерді, әділетсіз болған нәрселердің барлығын орнына қоя отырып, тура әділдікті үстем етеді. Және оларында яһудилер мен насаралардың арасында болған түсініспеушілік жағдайлардың барлығын нық ажыратып, өз орнына қоятындығын турасында осы аятта Алла Тағала бізге баян етті. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.